Баршаңызға сәлем, сіздер мен Луиза. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен еттен жасалатын котлеттің рецептісімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін көріп, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Бұл котлеттің ерекшелігі сырты қатырлақ болып, іші жұмсақ, сочный болып шығады. Алдымен 2-3 түйір нанымызды бөліп жұмсару үшін суға салып қоямыз. Етімізді осындай бөліктерге бөліп аламыз да мясорубкадан өткізіп аламыз. Немесе блендерменен ұсақтап алуға да болады. 1 штук пиязымызды да мясорубкада өткізіп аламыз. Ыдысымызға 500 грамм тартылған етімізді саламыз және 1 пиязымызды суға жібіген нанымызды салып, 2 жұмыртқаны бөліп жарып, одан кейін тұз, бұршым салып, жақсылап араластырып аламыз. Фаршымызды жақсылап араластырып алып, егер фарштарыңыз құрғақ болып қалатын болса, кішкене су қосуға да болады. Фаршымызды араластырып, енді біркелкі масса болғанға дейін осылай ұрып аламыз. Фаршты алып, енді формасын жасаймыз. Әркім өз қалаулары бойынша домалақ етіп, немесе сопақша тәрізді етіп жасауға болады. Котлеттерімізді осылай формаларын келтіріп алдық. Енді столдың үстіне ұнды шашып, котлеттерімізді ұнға аунатып аламыз. Ұнға аунатылған котлеттеріміздің сырты қытырлақ болып шығады. Қызып тұрған майымызға котлеттерімізді салып, қорып аламыз. Асты орташа от болу керек, сонда котлеттеріміз күймей біркелкі болып, таза болып піседі. Котлеттерімізді 2-3 қайтара аударып пісіріп аламыз. Міне енді котлеттеріміз дайын болды. Өте жұмсақ және сырты қытырлақ болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпенен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған Луиза. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.